Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі тақырыбымыз парыз етілген зекет пен татауа садақасының айырмашылығы неде? Бұл жайында имам Ибн Абидин өзінің Раддул Мұхтар кітабында зекет белгілі бір мөлшердегі мал мүліктің белгілі бір бөлігін Алланың разылығы үшін Құранда көрсетілген лайықты адамдардың меншігіне толық өткізуді зекет деп атаймыз деген. Зекет жалпы Алла Тағала Құранда бекітіп кеткендей парыз амалдардан болады. Шарттарына келетін болсақ, нисап мөлшеріне толу керек, және белгілі бір жыл айналым өту керек. Сол секілді зекет алушы оған толық, яғни зекет алушы адамға толығыменен не істеу керек? Тиісті мүлкін тәмлик етіп оған өткізу керек. Және сол секілді зекет 8 топқа беріледі. Бұл жайында да Құранда баяндап өткен. Имам Касани болатын болса, өзінің Бадай Сана кітабында бұл жайында былай дейді: зекет малдағы Алланың парыз еткен хақсын өтеуді зекет деп атаймыз деген. Ал енді татауа садақа мәселесіне келетін болсақ, садақа ешқандай шарттар қойылмайды. Жаңағы зекеттегідей кез келген уақытта, кез келген мөлшердегі неңді садақаңды кез келген жерге бере аласың. Зекетте тәмлик қылу керек деген шарты бар. Зекетте нисап мөлшеріне толу керек деген шарты бар. Зекетте дәл сол секілді бір жыл айналымда болу керек деген шарттары бар. Тәмлик деген сөз бір адам мүлкін өткізу керек. Яғни оны бір мешіттің немесе медресенің құрылысына зекет берілмейді. Және сол секілді тапқан дүниеңнің пайдаңның бір жыл айналымда сол мөлшерде болса, ол кезде зекет беру парыз болады. Ал егер одан қайтадан бір жылдың ішінде нисабы азайып кететін болса, онда зекет беру адамның мойнынан түсіріледі. Және кейінгі мәселесі зекетті белгілі бір нелерден адамдарға тәмлик қыламыз, сол нәрселер бар. Ал енді татауа садақа болатын болса, ода бұл шарттардың ешбірі жоқ. Ешқандай нисап мөлшері, ешқандай жыл айналым, мезгіл, уақыт, және сол секілді нақты бір адамға беру керек деген сияқты садақада не көрсетілмейді. Зекетте бермеу керек болмайтындықта жағдайлар, мысалы әкенің балаға, баланың әкеге зекеті дұрыс болып есептелінбейді. Ал садақада бала әкесіне, әке баласына да садақа бере алады. Және сол секілді садақада медресе және мешіт құрылыстарына да садақа жүре береді. Жалпы садақа жайында, зекет жайында Алла Тағала Құран кәрімде де бірнеше жерде баяндап өткен болса, тіпті Құранда садақа деген сөзде де Алла Тағала ол жерде зекетті меңзегендей аяттар бар. Құран кәрімде Алла Тағала бисмиллахир-рахманир-рахим иннама садақату лил фуқара деген кездегі садақа сөзінің негізгі түпкі мағынасы ол жерде Алла Тағала зекетті меңзегендігін білдіреді.